Екінші сынып қазақ тілі. Сабақтың тақырыбы: ұшу аппараттары туралы не білемін? Дара және күрделі сын есім. Оқу мақсаты: дара және күрделі сын есімді табу, сұрақ қою арқылы мәтін түрлерін және құрылымдық бөліктерін анықтау. Бағалау критерийлері: дара және күрделі сын есімді табады, мәтін түрлерін және құрылымдық бөліктерін анықтауды біледі. Оқушылар, қандай ұшу аппараттарын білесіңдер? Олай болса, ұшу аппараттары туралы кеңірек мағлұмат алайық. Бұл ұшақ. Ұшақ күшті қондырғы көмегімен атмосферада ұшуға арналған. Қозғалмайтын қанаты бар. Ауадан ауыр ұшу аппараты. Бұл аппарат өз қозғалтқышының тарту күшімен белгілі бір жылдамдықпен қозғалған кезде қанатында пайда болатын көтергіш күш әсерінен аспанға көтеріледі. Жылдамдығы 2000 км/сағатқа дейін. 8 және 12 км биіктікке ұшады. Ішіне көп адам сияды. Ал бұл тікұшақ. Тікұшақ ауадан ауыр ұшу аппараты. Қалақтары өте жылдам айналғанда ауаны бұрғылайды. Тікұшақ тік ұшып қона алады. Әртүрлі бағытта ұшады. Сондай-ақ бір жерде әуеде тоқтап, қалықтап тұра алады. Тікұшақтың жылдамдығы 350 км/сағатқа дейін. Ішіне 5-6 адам сияды. Делтаплан. Делтаплан үшбұрышқа ұқсайтын ауадан ауыр ұшу моторсыз аппараты. Жылдамдығы 28 км/сағаттан 100 км/сағатқа дейін. 8 км биіктікке ұшады. Оқушылар, біз ұшу аппараттары туралы есімізге түсірдік. Енді бейне көрініске назар аударайық. Дана, не жазып отырсың? Мына суретке қарап, қызды сипаттап жазып отырмын. Қане оқышы. Бұл қыздың көздері шашы қара, ұзын шашын жайып қойған, маңдайы ашық, кірпіктері де ұзын, көздері үлкен, қастары жіңішке етіп сызылған, мұрны тік, беті сопақша, терісінің түсі ақ, тістері тегіс әппақ, жіңішке ерні қызыл түспен боялған. Мен сенің айтуың бойынша сол қыздың суретін салдым. Ұқсай ма? Жоқ, онша ұқсамайды. Неге? Мен жақсы суретші емеспін. Сен де жақсы етіп сипаттай алмадың. Өзіңіз ғой сала алмаған. Әйтпесе мен ештеңесін қалдырмай айтып шықтым. Дана, сен бұл қызды сипаттағанда ылғи дара сын есімдерді қолдандың. Меніңше, мұны дара емес, күрделі сын есімдермен суреттеген дұрысырақ. Аға, олардың айырмашылығын түсіндіріңізші. Сен қара, үлкен, жіңішке, ақ, ашық, тік, тегіс, әппақ, сопақша, қызыл деген сияқты сын есімдерді қолдандың. Мұндай бір сөзден ғана тұратын сын есімдерді дара сын есім дейді. Күрделі сын есім екі не одан да көп сөзден жасалады. Мысалы мұнда қыр мұрынды, кең маңдайлы, бота көзді, қиғаш қасты, найзадай ұзын кірпікті, ат жақты ақ сары қыз бейнеленген. Иығына төгілген қара шашы жібектей жұмсақ екені байқалады. Көздері қарақаттай қап-қара, маржандай аппақ тістері түп-түзу, ерні күрең қызыл түспен боялған. Шынында да күрделі сын есімдермен суреттегеніңіз әсерлі болды.
себебі адам бет пішінінің өзі күрделі ғой. Оқушылар, бейне көріністе көргендеріңдей сын есім дара және күрделі болып екіге бөлінеді. Сұрағы қандай қай? Дара сын есім бір сөзден тұрады. Мысалы, көк, қою, үлкен. Күрделі сын есім екі не одан да көп сөзден тұрады. Күрделі сын есімнің құрамындағы сөздер бөлек-бөлек жазылады. Мысалы, ақсары, көгала, қара торы. Бірінші жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Адам көптеген заттарды табиғаттан үйрену арқылы жасады. Табиғатты терең бақылап қарау арқылы ұшу аппараттарын ойлап тапты. Мәселен, құстың ұшу ерекшелігін зерттеп, оны үлкен-үлкен ұшақтар жасауға пайдаланды. Балықтарды зерттеп, сүңгуір қайық жасады. Инелікке қарап, тікұшақ жасады. Міне, осы сияқты адамның табиғаттан үйренгені көп. Оқушылар, мәтін не туралы? Мәтін неше бөліктен тұрады? Мәтін түрін анықта. Қандай ұшақ түрлерін білесің? Мәтіннен сын есімді тауып, оның неше сөзден тұратынына назар аудар. Екінші жаттығу. Ойлан тап. Адамдар мына көліктердің қайсысын қай жануарға қарап ойлап шығарды? Ал келесі жаттығуда өлеңді қатесіз жазып, сын есімді табамыз. Ал төртінші жаттығуда ребус берілген екен. Ребустың шешуіндегі сөзді қатыстырып, сөйлем құра. Үйге тапсырма 5-ші жаттығу. Жаңылтпашты қатесін түзеп, көшіріп жазамыз. Ал енді оқушылар бағдаршам түстері арқылы кері байланыс жасаймыз.